Сәлем достар, мен бүгін сіздермен бір ингредиенттен жасалатын, яғни бананнан дайындалатын өте дәмді әрі ең оңай рецепттердің бірін сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және де балаларыңызға дайындап беріңіздер. Ең алдымен мен осылай 4 бананды алып, қабығынан ажыратып, тарелкаға турап алатын боламын. Мен тарелкаға осылай пакет кигізіп қойдым. Егер сіздерде пищевой пакет болатын болса, оны қолдансаңыздар болады. Енді осылай банандарымызды қабығынан ажыратып, майдалап, турап шығатын боламыз. Міне осылай барлығын біркелкі етіп тураймыз. Және барлығын турап дайындап болған соң, мұздатқышқа, яғни тоңазытқышқа, морозильникке 3-4 сағатқа жіберетін боламыз. Мен осылай дайын болған банандарымызды пакетке кигізіп, бетін осылай жаудым. Сіздерде пищевой пакет болса, бетіні сол пакетпен жаусаңыздар болады. Міне біздің банандарымыз тоңазытқышта осылай тұрды. Енді блендерге салып, жақсылап майдалайтын боламыз. Достар, егер сіздер бананның түсі шоколадный болған қаласаңыздар, дәл осы кезде какао қосып жіберсеңіздер болады. Мен 2 ас қасықта толтырмай, қант ұнтағын қосып жібердім. Негізі қант ұнтағы, яғни сахарная пудра міндетті емес, тәттілеу болсын десеңіздер ғана қосыңыздар. Міне біздің балмұздағымыз дайын болды. Осылай әдемі болып шықты. Енді ыдыстарымызға салып алатын боламыз. Немесе жартысын салып алып, жартысына какао қосып, тағы да бір рет блендерде айналдырып жіберсеңіздер, шоколадный мороженый да дайын болып шығады. Енді ыдыстарымызға салып алған соң, балмұздақтарымыздың бетіні қаласаңыздар жеміс-жидекпен, болмаса шоколадпен, әртүрлі печеньелермен өздеріңіз әсемдеп алсаңыздар болады. Міне мен осылай біреуін жеміс-жидектермен әсемдедім, ал екіншісінің бетіне какао ұнтағын сеуіп жібердім. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар, өте дәмді әрі ең оңай рецепттеріміздің бірі сіздерге ас болсын.